Раяна, біз қазір сенімен бірге судың қасиеті жайлы тәжірибе жасаймыз. Міне біздің алдымызда су тұр, иә? Ал şimdi суды алайық. Су қандай, қарашы? Мөлдір. Тағы қандай? Таза, иә? Таза екен, иә? Ал енді иісі бар ма? Иіскеп көр. Жоқ. Иісі жоқ, иә? Жақсы. Ал енді қазір біз сенімен осы судың қасиеті қандай түске боялатыны туралы көреміз. Қылқаламды ала ғой. Қылқаламды аламыз. Ал өзіңе таңдап, түсін таңдай ғой. Мен қызылды таңдаймын. Енді осы түспен қақпақты бояймыз. Жақсылап боя. Тағы да ала. Жақсылап боядық. Қылқаламды орнына қоямыз. Енді қақпақты жабамыз. Қапты жақсылап жап. Жақсылап жап. Таптың ба? Жақсы. Ал енді ақырын ғана былай шайқаш. Шайқа. Түс қандай түске боялды? Жасыл түске боялды, иә? Яғни суды түске боясақ, ол өзінің түсін шығарады екен, иә? Су не істейді? Жасыл түске боямады. Иә, жасыл түске боятқан екен. Тамаша. Қандай әдемі, жасыл түс, қызыл түске боялған екен. Ал енді тағы да қазір біз судың келесі тәжірибе жасаймыз. Ол үшін бізге тарелке керек, стакан керек. Одан кейін бізге мынандай тастар керек. Біздің тәжірибеміз судың стаканнан арсып төгілуін қараймыз. Ол үшін бізге стаканға су құю керек. Су құя ғой стаканын ұстап тұрып. Жақсы. Мен де құям қазір. Енді мына тастарды салайықшы. Суда қандай өзгеріс болады екен? Сал, тасты былай салшы. Тағы да сал. Суды жоғары көтеруіміз керекпіз. Мынау сызықтан жоғары шығу керек. Сал тастарды. Көтеріліп жатыр ма су? Не істеп жатыр су? Жоғары көтеріліп жатыр ма? Тағы да саламыз, тез саламыз. Сал, тағы да сал. Сал, тағы да сал. Тағы да сал. Судың стаканнан асып төгілу керек. Тағы да сал. Тағы бір тас сал. Тағы да сал. Көрдің ба? Су төгілді ма? Яғни, не болады екен? Су көтеріледі екен, иә? Тас салған кезде, ауыр зат салған кезде, су жоғары қарай көтеріледі екен. Жақсы, тамаша. Көрдің ба? Біз қазір сенімен судың қасиеті, судың ерекшелігі туралы тәжірибе жасадық. Жарайсың, Раяна.